Сәлем баршаңызға, құрметті 10 қадам курсына қызығушылық танытып жатырған оқырмандар. 10 қадам курсына не кіреді, ішінде қандай сабақтар бар, және сіз оны не үшін алу керексіз, және ол сізге қандай жағынан пайдалы бола алады, қандай проблеманы шеше алады, сол туралы біраз ақпараттар бергім келеді. Инстаграм парақшасында актуальныйда тұрған жерде осы 10 қадамды алған бірінші, екінші потоктың қыздарының результаттары, нәтижелері, шынайы отзывтары бар. Соның барлығын қарап шықсаңыздар болады. Менің 11 жылдық тәжірибем педагог-психолог ретінде, балаларды ерте жастан дамыту маманы ретінде, сенсорлы интеграция маманы, нейропсихология саласынан, арт-терапия, ертегі терапия сияқты осындай баланы дамыту жолындағы менің үлкен тәжірибемнен жинақталған ақпараттардың ең керемет деген, ең керемет нәтиже беретін работающий методикалардан бәрінен құрастырылған менің авторлық методика. Бұл үлкен система, бұл бала дамуы, мидың дамуы, бастан бәрі мидан ғой енді келетін. Баланың сөйлемей жату, баланың іс-қимылының ебедейсіз болуы, баланың сүріне беру, құлай беру, сөз түсінбеуі, зейін тұрақсыздығы, отыра алмауы, сабаққа қызығушылықтың болмауы, атына елеңдемеуі, отыра береді бір ойға шомылып, пока айтпайынша, жаңағыдай қасына барып жұлқымайынша қарамайды, или жаңа айтқан нәрсені ұмытып қала береді, алаңғасар. Енді толып жатыр, осындай проблемалардың барлығының себебі мына мидың ішінде. Мысалға үлкен центральный нервный системадан келіп жатқан бөлімдер. Сол бөлімдердің біреуінде ақау болады. Кейбірде мидың зоналар іске қосылмай ұйықтап тұрады. Кейбір сол зоналардың арасында бір-бірімен нейронды байланыстар іске қосылмай жатады. Жүргізілмейді мысалға, Мысалға, сіз мына судың бетінен ана судың бетіне өту үшін сізге мостик керек, Сонда сіз ол мостпен екі ортада спокойно өтіп жүре аласыз. Сол сияқты баланың дамуында да сол әрбір зоналарда мостиктер жүрілмей қалған болуы мүмкін. Жүрсе де дұрыс емес жүру мүмкін. Сондықтан соның салдарынан осындай проблемалар болып жатады. Осы ақпараттың барлығын жинақтап, ата-аналарға барлығын бір жерге жинақтап бердім, чтобы олар өздері түсіне алды, олар өздері ертең содан тыңдап алып, неден болып жатқанын түсініп, және де осындай проблемаларды болдырмау үшін не істеуге болады, соның барлығымен жұмыс жасауды үйретемін. Негізінде бұл курс 0 мен 2 жас аралығындағы балаларға негізделген. Әрі кетсе 3 жасқа дейінгі балаларға деп мен өзім сөйтіп жасадым, өйткені ол осы кезде ең маңызды балада даму жүріп жатады. Осы кездегі пробелдар, болашақтағы проблемалар шықпасын, осы кезде пробелдар жібермеу керек болғаннан кейін мен осы жастағы балалар бар, аналарды сілкілеп оятып жатырмын. Осы жаста қамданып жұмыс жасаңыздаршы, ертең проблема болмайды деп. Үйде үлкендеу балалары болса, сол балаларға да пайдаға ассын деген ақпараттарды да салдым. Сондықтан менің осы курсты алып жатқан қыздарымның барлығы үйдегі үлкен балалармен жұмыс жасап, солардың бойындағы проблемаларды, пробелдерді тауып, сабақтан өздері түсініп алды ғой енді. Солармен жұмыс жасап, соның проблемаларын шешіп кетіп жатыр. Сондықтан бұл курсты тіпті барлық жастағы балаларға кеңес беремін. Бұл әр ата-ана білу керек, бұл ішіндегі ақпараттарды. Сонымен бұл курстың ішінде не бар? Міндетті түрде дамыту керек. 10 түрлі бағыттар туралы айтады, және де қосымша бонуспен көптеген бағдарламалар, ақпараттарды да айтқан болатын. Қажетті ақпараттардың барлығын бір жерге жинақтадым. Бұл жерде сіздің балаңыздың тілінің дамуына, балаңыздың поведенческий проблемасын шешуге, балаңыздың психоэмоциональный состояниесін, мінез-құлқымен проблемасын шешетін, болдырмайтын, сенсорлы интеграция бағытында, нейропсихология бағытында. Соның ішінде сенсорлы интеграция, балалардың психологиясы, балалардың мінез-құлқы, кризистегі өзгерістер, физикалық тұрғыда дамыту, сенсориканың 7 бағыттары туралы дамыту, соның перекос болып кетпес үшін, барлығы баланста дұрыс даму үшін, бір жағы қалып кетпес үшін маңызды 10 бағыт бар. Мінекей мен соны өзімнің авторлық методикама жинақтадым. Бұл жердегі маңызды 10 бағыттар. Бірақ сол бағыттың өзінің ішінде подтемалар бар. Мысалға сенсориканың өзінің 7 бағыты бар. Көптеген проблемалардың барлығы сол жақта тұр. Егер сіз сол тақырыпты жақсы түсініп алсаңыз, және сіз өз балаңызда оны гиперсезімтал ма, әлде гипосезімтал ма, пробелі бар ма, жоқ па, дисбаланс бар ма, соны түсініп алатын болсаңыз, онда сіз өзіңізбен өзіңіз онымен жұмыс жасай бересіз. Ал оны түсінбесеңіз, сіз оны ушықтыра бересіз. Мысалы, гипосезімталдық кезінде
қалай қарым-қатынас жасаймыз, гиперсезімталдық кезінде қалай қарым-қатынас жасаймыз. Мысалға, оның 7 бағыты бар деп айттым. Сол 7 бағытының өзінде егер бір бағытта гиперсезімталдық болса, онда басқа бағытта міндетті түрде гипосезімталдық болады деген сөз. Неге? Өйткені ол мына рабочий, доминантный болып тұрады да, мына жағында слабость алып келеді. Ол дисбаланс туғызады. Ол дисбаланс міндетті түрде поведенческий проблема, алаңғасарлық, зейін тұрақсыздық, тіл дамуында тағы да басқа деген сияқты өзімен артқа проблемаларды тарта береді. И сіздің оны білмегендіктен, дұрыс емес подход жасағаннан кейін, дұрыс емес қарым-қатынас жасағаннан кейін, сіз оның ушықтыра беруіңіз мүмкін. Проблеманы шешіп жатырмын деп ойлап, керісінше артқа жасай беруіңіз мүмкін. Сондықтан мынау сізге просто ата-ана, баласы бар адамның барлығына, немесе бала ата-ана болуға дайындалып жүрген ата-ананың барлығына мен мынаны кеңес берер едім, міндетті түрде тыңдауға. Біздің сенсориканың жүйелері бұл ақпаратты қабылдау каналдары болып саналады. Яғни баланың мектепте жақсы оқуы, үлгерімі, мектептегі сабақты жақсы қабылдауы, вообще кез келген бағытта, кез келген спорт түрін барлығын алға қарай алып кетуіне байланысты. Осы нәрсе үлкен рөл ойнайды. Сондықтан міндетті түрде сізге осының барлығын білу керек. Үшінші бағыт ол даму серпілістері. Даму серпілістерінің өзінің 10 бағыты бар. Яғни бала дүниеге келгеннен бастап 0 айдан бастап 1,5 жасқа дейін 10 түрлі даму серпілістерінен өтеді. Ол әрбір даму серпілістерінің өзі тақырыптарға бөлінеді. Бірінші даму серпілісі не дамиды, екінші даму серпілісінде не дамиды, үшіншісінде не, сол сияқты 10 даму серпілістерінің 10 түрлі бағыты бар. Міне осы кезде 4-5 айлар шамасында, мысалға мен жерде даму серпілісі туралы менде ақпарат бар, қазір көшіріп алатындар бар, сондықтан қорқамын, бұл менің авторлық методикам. Так, байланыстар әлемі себеп салдар түсінігі қалыптасатын кез ол 5,5-6 ай кезінде 23-26 аптада дамиды. Яғни бұл 5-ші даму серпілісі болып табылады. Осы кезде балада дұрыс подход жасап жіберсеңіз, балаңыздың керемет түсінігі қалыптасып кететін шақ. Осы кезде бала уже кері байланыстар көрсете бастайды. Осы кезде балада түсінік қалыптасып жатады. Сондықтан бұл жерде пропуск жасап алған, пробел жасап алған ата-аналар, бұл жерде дұрыс емес қарым-қатынас жасаған ата-аналар, бұл жерде телефон беріп баласын телевизордың алдына жатқызып қойған ата-аналар 1 жастан кейін, 1,5 жас, 1 жас 8 ай, 2 жастарда невропатологке барғанда балаларымыз ЗПР деп диагноз қойып жатыр. Ондай өте көп, дәрігерге де маған келіп жатады. Сондықтан ЗПР дегеніміз білесіздер, иә, баланың түсінігі қалыптаспау, атына елеңдемеу деген сияқты нәрселерде көрініс береді. Зейін тұрақсыздығы, кері байланыс жоқ, түсінбей жатыр, указательность жоқ. Сондықтан қолдан осындай ЗПР деген диагнозды жасап алу әбден мүмкін. Сондықтан мінекей осы даму серпілісі, осы 10 қадам жобасының изюминкасы. Так, одан кейін ұйқы және сергуі. Бала дамуында бұл өте маңызды. Яғни бодрствование кезінде бала қалай ойындар ойнату керек, ұйқы режимінің маңыздылығы, оның ұйықтау барысында қалай баланы тыныштандыру керек деген сияқты ақпараттарға бөлек тақырып арнадым. Дұрыс ұйықтатпасақ, режимін дұрыс ұстанбасақ, балада перевозбуждение болады, баланың нервный системасы дұрыс дамымайды, балада откат болады. Тіпті кішкентай сәби емес, үлкен балаларыңыз, мектепке барып жүрген балаларыңыздың өзінде режимі дұрыс емес болатын болса, онда бұл үлкен қауіпті. Нервный тик шығады. Егер баланың режимі дұрыс емес болатын болса, түнде жай жатады, таңертең жай тұрады, сондай проблема болатын болса, балада нервный тик, балада заикание шығуы мүмкін, балада агрессия, балада түнде шошыну деген сияқтылар нәрселер болады. Жүйке жүйесі шатысқан, жүйке жүйесінде осындай перекостар, проблемалар болған балалар сабақта ой далада отырады, апай не айтып жатыр деген сияқты нәрселер болмайды, көзі жанып, жаңағы іске қосылып сөйтіп жүре алмайды, ол ұйықтап жүреді, салғырт, салбырап, сондай бір тақпақ жаттай алмай, есте сақтау қабілеті нашарлайды, көру жүйесі де нашарлайды, аңғарымпаздығы нашарлайды. Сондай мамин массаж деген бөлім бар. Бұл 0 мен 2 жас аралығындағы балаларға физикалық даму бағыты болып саналады. Өйткені физикалық бағытта дамытпайды, ол активный және пассивный болып бөлінеді. Активный ол баланың өзі жұмыс жасап, өзі әрекет еткенде. Ал пассивный дегеніміз ол бала әлі
еңбектеп жүріп кеткенге дейінгі аралық, яғни бала жатады, сіз оған физикалық дамуды жасайсыз, яғни ол массаж, гимнастика деген сияқты тұрғыда болады. Оның ішінде мысалы мамин массаждың өзінде таңғы гимнастикасы, тактильді массаж, проприо массаж, оздоровительный массаж, массаж ног, рук, спины, колики кезіндегі массаждар, гипертонус кезінде массаждар, гипотонус кезіндегі массаждар, оның барлығын мен мына жерге фитболмен жаттығулар, түрлі гимнастикалар, әртүрлі оздоровительный, яғни балада мышечная дистония бар, бір жағы тартылар, кривошея бар, сол кездегі нәрселердің барлығында салып қойған болатынмын. Торный антогенез туралы ақпараттар бердім. Сол бойынша балалардың даму индикаторларын, бағытын зерттеу, сол бойынша баланың дұрыс правильный навыковый гимнастикаларды, яғни қалай бала еңбектейді, отырады, аунайды, жүреді деген сияқты нәрселердің бәрін, және оның қай кезеңдерде, қай уақытта қалай шығатыны деген сияқты ақпараттардың барлығын салған болатынмын. Және эмоционалды дамуы туралы ақпарат бердім. Өте маңызды нәрсе, өте маңызды, тұлғалық баланың психоэмоционалды дұрыс дамуына өте тікелей байланысты. Сіз просто интеллект тұрғыда балаңыздың миын дамыта бердім дегеніңізде, бірақ эмоционалды байланыс болмаса, ол да бәрі перекос. Бұл обязательно бала дамуында болу керек нәрсе. Баланың социумға дұрыс бейімделуі, баланың өзінің қабілеттерін аша білуі, баланың өзінің ішкі әлемін түсінуі деген сияқты көп мына тұлғалық мінез құлық қалыптасатын кездер. Кризис кезінде қалай қарым-қатынас жасау керек, қандай өзгерістер болады, баланың темпераменті, өте осындай көп ақпараттарды салдым. Одан кейін интеллектуалды даму. Бұл енді тақырып күшті направление, қазір тағы жеке тоқталам. Және моторлы жоспарлау. Бұл моторлы жоспарлауды ешкім еш жерде ешқашан айтпайды. Және тіл даму бағыты. Осындай бағыттардың барлығын қамтамасыз ететін, баланың тіл дамуында задержка речи болмас үшін қандай ойындар ойнату керек, қандай бағытта дамыту керек, не істеу керек, және оның тілдің дамуында баланың задержка речи болып жатыр, ол не себептен болады, соның барлығын мен айтып бердім. Енді мына именно компьютерден қазір қарап отырып сіздерге айтып беремін. Сабақтар курстор деген платформада болады, және барлығы ыңғайлы өте жасалған. Компьютер арқылы сайтпен қарап отырып оқысаңыздар болады, немесе соткаңызбен телеграм арқылы өтіп тыңдап отырсаңыздар болады. Қазір мен платформаны ашып сіздерге тақырыптарды көрсетемін. Барлығы қалай болады, және де ішінде қандай тақырыптар бар, тереңірек үңілетін боламыз. Және де пакеттер туралы айтатын болам. Тек қана 10 қадам пакетін алсаңыздар болады, немесе комбо пакеті бар. Комбо пакетінің ішіне супер мама деген менің осы курстың жалғасы ретінде жүретін күшті курсым кіреді. Оның ішінде де теориясы бар, практикасы бар, оның да өзінің бөлек жұмыс дәптері бар, өте керемет. Сенсорикалық ойындар апталығы кіреді, оның ішінде практикум бар, апталық ойындар, және оны бір айға қалай өзгертуге болады, ол туралы жазылған. Рецепттер жинағы беріледі, 10 қадамның дәптері, осындай сенсорикалық кітапшасы беріледі, мінекей. Бір жыл доступ беріледі, менімен бір ай бойына кері байланыс. Яғни менің консультациям 1 сағаты 20 мыңның үстінде запросқа байланысты, ал сіздер сол бағаның ішіне менімен таңертеңнен кешке дейін түрлі сұрақтарыңызды қойып, бір ай бойына менімен бірге болатын мүмкіндік ала аласыздар. Бірінші бөлімінде мен жалпы нейропсихология тұрғысынан 0 мен 2 жас аралығындағы балаларды дамытудың маңыздылығы туралы, мидың дамуы туралы, қандай мүмкіндіктері бар туралы ақпарат айтатын боламын. 1 жасқа дейін нені жіберіп алмау керек деген тақырып бар. Өте маңызды, осы жерде өте күшті нәрселер айттым. Біз телефон алған кезде, айфондарды алған кезде памятіне қараймыз, солай ма? 228 мегабайт и 512 мегабайт болады, бірақ бағасы бірдей болады. Сіз қайсыны аласыз? Міндетті түрде 512 мегабайтты аласыз, бағасы бірдей, бірақ сіз аз памятті алмайсыз ғой. Сол сияқты баланың да кішкентай кезінде вестибулярлық жүйесі дамитын уақытта сіз соған дұрыс әрекет етсеңіз, сіз мидың сыйымдылығын, яғни памятті үлкейте алатын мүмкіндік бар екен. Сол кезде жіберіп алмасаңыз, мысалы сіз сөйтіп оның мидың сыйымдылығын, объемын, памятін, яғни телефон сияқты 512 немесе 2 терабайт сияқты қылып үлкейте аласыз. Ол не деген сөз? Ол болашақ генийді жасадыңыз деген сөз, түсіндіңіз ба? Сондықтан осындай сияқты керемет құнды
ешқай жерде айтылмайтын тақырыптарды, ақпараттарды берген болатынмын. Бала дамытуда ата-ананың жиі жіберетін қателіктер туралы айттым. Сол қателіктерді жіберіп алмау керек, оны да міндетті түрде білу керексіздер. Бала 1 жасында не біледі? Даму индикаторлары туралы, даму серпілістері туралы айтып кеттім, иә? Оған тоқталмай қояйын. Сенсорикалық жүйелердің ішіндегі именно вестибулярлық жүйе, жерге сіздерге дайындап қойған едім. Тіл даму, развитие речидан проблема. Былай деп айтайыншы, мына вестибулярлық жүйе бүткіл сенсорикалық жүйелердің барлығымен тығыз бірге жұмыс жасайтын жүйелердің бірі. Бала дамуында үлкен рөлді алады. Қарасаңыз, именно вестибулярный сенсорный системамен проблема болатын болса, ол неге алып келіп соғады? Тіл дамуы, развитие речиге да, ұйқы бұзылуын алып келу, поведенческий проблемалар болып көрінеді. Есте сақтау мен зейін проблемасына, зейін тұрақтылығына мен проблема болып келеді. Дене тепе теңдігін балансты ұстап алмау, яғни столдың бұрыштарына соқтығысып қалады, бірдеңе сүрініп қалады, құлап қалады деген сияқты, немесе жайбасар деген сияқты, осындай нәрселерден көрініс табады. Координация движениялары нашар болады. Машинада, транспортта, ұшақта, жүрек айну, жазу мен оқуда проблема болу, дислексия, дисграфия сияқты деген нәрселер, сабақ оқуға мотивация болмау, есте сақтау қабілетінің нашар болу, яғни бір түйір ғана вестибулярный жүйенің дамуында проблема болатын болса, осындай сияқты балада осындай сияқты проблемалар көрініс береді. Және есту жүйесін айта кететін болсам, есту жүйесінде проблемасы бар балалар атына елеңдемеу мүмкін, ары қарай ЗПР-ға ұласып кету мүмкін, оны дамытпаса. Одан кейін түсінік айта алмайды. Сабақта апайдың тапсырманы айтып жатқан, мысалға бір тарих болып жатыр дедік та, мысалы жақсы кішкентай балаларға, мысалға естествознание, әдебиет тиым болсын, қандай да бір ауызша сабақты түсіндіріп жатыр. Сол кезде бала оны түсіне алмайды. Яғни күштетіп қалай айтып берсеңіз де есту жүйесі дегенді былай түсінбеңіздерші. Мысалы кейбір ата-аналар айтып жатады, баламызда естиді, со слухом проблем нет. Ол емес, ол есту анализаторлары, оны естіп қорыту, оны көз алдына елестетіп, проекциялап, картинка ретінде түсініп, қорытып, қабылдау туралы айтып жатыр. Зона брака, зона верники, енді мына ертең сабақты алған кезде сіздер түсінесіздер. Бұл үлкен терең процесстер. Яғни мына тарс еткенде естіді, біріне құлап қалғанды естіді, значит, есту жүйесінде проблема жоқ деген сөз емес. Со слухом проблем нет, бәрі жақсы, бірақ ішінде сол естіп, ақпаратты қорытып, түсініп деген нәрселер, ол целый процесс. Сол процесстерде проблема болады. Ондай балалар оқып отқанын түсінбейді, оқығаннан кейін түсінік айта алмайды, және ойын тұжырымдап күштетіп жеткізе алмайды. Деп тақтада тұратын балалар бар ғой, мысалы бірдеңесін айта алмайды. Просто элементарно пересказать ете алмайды әңгімені. Ананың мынаны айтты, мынаны бірдеңе деген сияқты. Мысалға балалармен барғанда не істеп келдің, ана жерде не істедің деген кезде ойын тұшымды сізге жеткізе алмайды. Неге осындай сияқты проблемалар болады. Проприоцептивный сенсорный системада проблемасы бар балалар мысалға төбелесе береді, агрессивный болады, ұрынады, соғады, біреуді соғады, біреуді ұрады, сыйыспайды. Апайлардан сабақта, садикте жаңағыдай ұрсы естиді. Самый плохой мальчик, девочка или да, осындай сияқты сөздерді жиі еститін боласыздар. Сондықтан оның қыр-сырын, онымен қалай жұмыс жасау керек, сізде гипосезімталдық па, гиперсезімталдық па, соның барлығын түсініп, сонымен жұмыс жасау үшін осы сенсорный интеграция, жаңағы сенсорлық жүйелер бойынша сізде терең білім болу керек. Оның барлығымен теориясын түсіндіріп, шемішкедей шағып, және онымен қалай жұмыс жасау керек, және қандай практикалық бөлімдер, барлығын мен сіздерге мына жерге салып қойдым. Интеллектуалды дамуда баланың ақпаратты қабылдау каналдарын анықтаймыз. Сол бағытта жұмыстар береміз. Мысалға, аудиал балалармен қалай жұмыс жасаймыз, визуал балалармен қалай жұмыс жасаймыз, кинестетик балалармен қалай жұмыс жасаймыз. Мысалға, ол жерде де терең білім керек. Ол балалар, мысалға, кинестетик балаларға сіз аудиал мен визуалға айтып жатқандай қылып жұмыс жасай алмайсыз. Кинестетикке өзіне арнайы подход болу керек деген сияқты. Осындай ақпараттарды салып қойдым. Яғни бұл сіздерде ключ к успешному обучению. Моторлы жоспарлау. Яғни моторлы жоспарлау, моторное планирование мен тіл дамуымен байланыстырып жасадым. Бұл баланың
кімнің баласында задержка речи болып жатыр, міндетті түрде осы тақырыпты зерттеу керек және міндетті түрде осы бағытта балаларыңызға жұмыс жасату керексіздер. Міндетті түрде ол өте маңызды, оның құндылығын, маңыздылығын мен сіздерге ол жерге де жеткізіп қойдым. Моторлы онтогенез деген кішкентай сәбилер бар балаларға өте маңызды. Оның сіз соны біліп отырсаңыз, сіз яғни балаңыздан задержка бірдеңелер болатын болса, оны ертерек аңғарып, сол бағытта жұмыстар жасап жібересіз. Яғни алдын аласыз өте көп нәрселердің. Кеше ғана маған мысалға бір видео жіберіп жатыр, ата-аналар чатта баласы по-пластунски еңбектеп жатыр. Бірақ баласы раненый солдат дейді, партизан, солай еңбектеп жатыр да, бір жағымен, яғни бір жағымен ғана жұмыс жасап жатыр. Оның бір жақ мышцасында дистония бар. Бір жақ мышцасы дұрыс дамымай жатыр, гипотонус бар. Бір жағында, яғни баланың өз денесінде бір жағында гипертонус, бір жағында гипотонус бар. Сондықтан мен соны еңбектеп жатқан кезде уже видеодан анықтадым. Сізге қалай жұмыс жасау керек, мына жағын міндетті түрде срочно қосу керек деп жұмыс айттым. Өйткені ол ертең баланы тұрып жүріп вертикализация болған кезде ертең сколиоз, сондай сияқты проблемалармен кезігесіз. Ол кездерде уже оны шешу, онымен жұмыс жасау өте көп сіздің энергияңызды, қаражатыңызды алады, және де балаға ол үлкен проблем болып соғады. Өйткені балаға кейбір спорт түрлерімен айналысуға рұқсат етілмейді, кейбір спорт түрлерімен айналысса керісінше оны ушықтырып жібереді, немесе ұнатқан спорт не будет у него получаться. Сондай сияқты үлкен-үлкен проблемаларға соғуыңыз мүмкін, және оны кетіру үшін әртүрлі жаңағы тренировкаларға барасыз, массажға барасыз, тағы да басқа деген сияқты уақытыңыз, энергияңыз, қаражатыңыз кетеді. Ондай нәрселер арзан тұрмайды. Сондықтан мына вертикализацияға дейін аралық өте аз. Бір жасқа дейін, бір жаста бала уже арға жайлап жүріп кетеді. Соған дейінгі аралықта сіз мына моторный онтогенез бойынша ақпарат дұрыс біліп отырсаңыз, яғни так, балам менің уақытында аунап жатыр ма, аунап жатқанда вокруг оси жүреді ғой, сол вокруг оси айналып жатқан кезде дұрыс айналып жатыр ма, тек бір жаққа ғана айналып кетіп жатқан жоқ па, балада мышечный дистония жоқ, балада кривошея жоқ па, соның барлығын өзіңіз дұрыс қарап анықтайтын боласыз. Егер сізде анықталып жатса, онымен қалай жұмыс жасап жүру керек, массаж түрлерін, гипертонус болса, гипотонус болса қалай жұмыс жасау керек, баланың бір жақ мышцасында дистония болса қалай жұмыс жасау керек, кривошея болса, хендлинг деген бар, баланы көтеріп жүру қолда, баланы қолға ұстау барысында жаңағы нәрселерді қалай кетіруге болады, барлығын бақыртып массажға барып ушықтырып алғаннан кейін бар жұмыс жасамай, оған дейін үйден реттеп отыру, потому что балаңыз вертикализацияға тұрып кеткенге шейін сіз прям руки на пульсе жүріп баланың бәрін қарап отыруыңыз керек. Чуть-чуть бір нәрсе байқадыңыз ба, тек жасап жүру керек. Балаңызды бір айлық кезінде, мұндай ситуациялар болды, баласын бір айлық кезінде чекапқа апарды, жаңағы врачтар бәрін қарап берді, балаңыз күшті деп жатыр деді, все, сонымен бала күшті дегенге тойып солай жүре берді. Но қараңыздар, бала апта сайын өсіп жатыр. Апта сайын сіз бір жақта емізіп отыра бердіңіз де, постоянно бір жақта ұстап жүре бердіңіз де, болды, балаңызда кривошея болып қалды. Бала дейтін бір жасқа дейін дамиды, баланың басын қисайтып жіберуіңіз мүмкін, бір жаққа жатқыза беріп, мойнын не істеп жіберуіңіз мүмкін. Сондықтан ай сайын барыңыздар, тексеріліңіздер деп айтамын. Масаға 6-7 айға дейін ай сайын барыңыздар. Бір жасқа дейін бару вообще орынды, бірақ егер сізде мүмкіндік болмайтын болса, ай сайын 6 айға дейін міндетті түрде барып қарап отырыңыздар. Ал егер баруға мүмкіндіктеріңіз жоқ болса, онда міне сабақты түсініп алыңыз да өзіңіз қарап отырыңыз. Чуть-чуть бірдеңе байқадыңыз ба, маманмен байланысыңыз, апарыңыз, тексертіңіз, кеңес алыңыз, қалай жасау керек екенін ақпарат алып алыңыз. Үсті байқамай қалады, мысалға аяғын баспайды, аяқтың ұшымен тұратын балалар ертең вертикализацияға дейін жүріп кеткенге дейін сіз онымен прорабатывать етпесеңіз, ертең проблема болады. Аяғын ұшымен жүретін болып кетеді. Ол аяқтың ұшымен жүрген кезде мышечный тонус ертең өзінің салдарын көрсететін болады. Сондықтан сіз оны ерте уақытта байқасаңыз, ерте уақытта дұрыс қарым-қатынас жасайсыз. Мысалға, мен ондай кезде балаларға қалай массаж жасау керек екенін көрсетемін. Мысалы, қазір TikTok-тан, Instagram-дағы рилстардан мен баласын тактильді жүйені дамытамыз, мындай доппен бүйтіп жасаңыз, бүйтіңіз, сөйтіңіз деп күштеп рилсты салып жібереді, бірақ оның артында айтып жатқан жоқ қой. Гипотонусы бар балаларға бола ма оны жасауға, гипертонусы бар балаларға бола ма, болмай ма. Ондай ақпараттар айтылып жатқан жоқ. Ол сіз TikTok-тан аннан көріп
көріп жатқан рилстың барлығын әкеп балаңызға жасай беруге вы не имеете права, потому что әрбір балада сенсорный профиль әртүрлі болады. Біреуінде гиперсезімталдық, біреуінде гипосезімталдық, біреуінде мысалға мышечный гипертонус, біреуінде гипотонус, соның барлығын сапалы түрде жұмыс жасауды мен үйреттім. Қалай анықтаймыз, во-первых, диагностиканы қалай жасаймыз. Мен баламда гипотонус па, гипертонус па деген сияқты. Және оған қалай жұмыс жасау керек. Сөйтіп қойдым. Мысалы, табанға осылай жұмыс жасасаңыз, тактильді жүйені аптасы күшті деп біреу рилс салып қойды. Ахват керемет, бір-біріне жіберген, оны әкеліп үйінде жасайды. А сіздің балаңызда табанында аяқпен ұшымен тұратын болса, гипертонус болатын болса, табанына ни в коем случае жаңағы иглоболмен жұмыс жасауға бүйтіп табанын тітіркендіруге ни в коем случае болмайды. Одан сайын ушықтырып жібересіз. Сіздің балаңыздың табанына массаж басқаша. Табанында гипертонусы бар балаға массаж вообще басқаша жасалады. Сондықтан соның барлығын мен бөліп тақырыпшаға бөліп каждый нәрсенің массажын, гимнастикасын бәрін салып қойдым. Сондықтан моторный антогенез бойынша ақпараттар және массаждар бөлімі өте маңызды. Одан кейін примитивные рефлексы тоже өте маңызды. Барлығы бір-біріне байланысты. Мен 10 бағыт дедім, 10 бағыттан көп бағыттар салып қойдым бұның ішіне, потому что бәрі бір-бірімен тікелей байланысты. Примитивный рефлекстар өшпей қалған балаларда түрлі задержкалар болады, оны өшірумен айналысу керек. Темперамент өте күшті тоже. Мен темпераментке, білесіздер ма, высокочувствительный дети тағы да ақпаратты қосып жатырмын, және де диагностик анкетасын салып жатырмын. Өзіңіз балаңыздың темпераментін анықтап, және оған жұмыс жасауды үйренетін боласыздар. Және де айта кетейінші, осы 10 қадамды алған адамдарға, 1 жылдық доступты алған адамдарға, 1 жылдың ішінде мен жаңа тақырыптар қосу мүмкінмін. Жаңа чат болады ғой менде, сол чатта түрлі сұрақтар қояды, түрлі ситуациялар болады. Мен соларға жауап берем. Сосын сол жауаптар басқа да ата-аналарда кездесу мүмкін ғой, келесі потокта мысалға, сондықтан мен оларға видео түрінде осылай жауап беріп, оларға жұмыс жасау, олардың алдын алу, оны кетіру деген сияқты сабақтар қосатын болсам, соның барлығын тегін тыңдауға, тегін, яғни осы курстағы кез келген дополнениенің барлығы сіздерде тегін болады. Осыны естеріңізге салғым келеді. Так, хендлинг, баланы қолымызда дұрыс ұстай білу, және де белсенді физикалық даму ойындары, баланың тілін дамыту, түсінік қалыптастыру ойындары, түрлі доптармен белсенді ойындар, қол-көз координациясына ойындар, сенсомоторный дорожка, сенсорик, белсенді физикалық ойындар, сенсорикалық ойындар. Мен мына жерге толтырып салып қойыппын барлығын. Осындай сияқты керемет ақпараттар бар. Енді осы курстың бағасы туралы айтайын. 10 қадам курсы 6 ай доступпен, тек қана 10 қадам курсы, осы жаңағы айтқан тақырыптар 55 мың теңге тұрады. Ал 1 жылдық доступпен 75 мың теңге тұрады. Мен сіздерге қазір осындай мүмкіндік жасап жатырмын. Осы продажа ашып жатқанда бастапқы 3 күнде алған адамдар, 30 орын дедім, сол алғашқы 30 орын толғанша алған адамдар 10 қадам жобасын 1 жылдық доступпен 55 мыңнан берейін деп жатырмын. Бұрын 6 ай болатын болса тек қана да, 6 ай доступ 55 мың болса, қазір 1 жылдық доступ 55 мыңнан болады. Ал комбо пакет бар, оның ішінде 10 қадам бар, оның ішінде осының жалғасы ретінде жүретін супер мама сабақтары бар. Сенсорик ойындар апталығы деген беріледі. Ішінде жаңағы мен өткізген практикум бар, барының видеозаписи бар, және де авторлық жұмыс дәптері беріледі супер маманың, және де сенсорикалық кітапшасы беріледі комбо пакет алғандарға. Ішінде керемет мынау дейтін ойындардың барлығын түрін қазір мен тағы жақыннан сіздерге оны түсіретін боламын. Рецепттер жинағы беріледі. Оны да осылай распечатать етіп шығарып қойып қарап жүріп пісірсеңіздер болады. Балаларға арналған рецепттер жинағы, ішінде өте күшті рецепттер бар, пайдалы, барлығы витаминмен жасалған тамақтар. Ешқандай бас қатырып не пісіріп берем деп ойламайсыз. Десерттің түрлері, сорпаның түрлері, йогурттардың, смузилардың түрлері, барлығы ішінде молочный продукттардан жасалатын, ет тағамдардан жасалатын, барлығы бар. Жаңа прикорм басталған айдан бастап барлық балаларға бара беретін күшті тамақтар жиынтығы, оны да өзіміз құрастырып жасадық. Так, менімен 1 ай бойына чатта кері байланыс мүмкіндігі ала аласыздар. Неке осындай комбо пакеттің барлығын 75 мыңға ала аласыздар. Бұрын тек қана 1 жылдық доступ 75 мың болса 10 қадамға, ал қазір сіз осы мен айтып отырған толық курстардың жиынтығын, кітапшалар жиынтығын, менімен кері байланысты барлығын 75 мыңға ала аласыздар. Рассрочка бар, маған дайректке шығып, WhatsAppқа шығып хабарлассаңыздар болады. Және де бағасы қымбат дейтін адамдарға
сіз білесіз бе бұның ішіндегі қандай еңбек, мынаның барлығы ешқандай да искусственный интеллект тағы басқа деген нәрселермен жасалмаған. Бұл кәдімгі менің көз майын тамызып отырып күнмен түнмен кішкентай сәбиімді қолыма ұстап жүріп жасаған жұмыс дәптерім. Бұл 0-ден бастап баланың 10 қадамға қосымша берілетін сабақ. Бұны жеке дара сатпаймын. Бұл деген мына 10 қадам теориясын түсініп алған адамдарға ғана түсінікті болады. Басқа адам оның құндылығын түсінбейді, шаң басып жатады, бостан босқа жеке сатсам. Сондықтан босқа обал болмасын, бұл нәрсені 10 қадам алған адамдарға тегін берем. 50 беттен тұрады мынау деген әртүрлі мынандай содержаниесі бар. Тактильді жаңағы сенсориканың 7 бағытына бағытталған, тілді дамытуға бағытталған, тыныс алу жаттығулары, сурет салу, шығармашылық, мүсіндеу, есту жүйесі, тіл дамыту, сипап сезу, ұсақ моторикасы, сенсор ішінде деген неше түрлі тақырыптарға бөлінген, соған идеялар берілген. Мынау дейтін баланы дамытқанда не ойнатам деп басыңыз қатып отырған кезде тек алып жібересіз де, осы бойынша тек бүгін ананы, ертең мынаны жұмыс жасаймын деп. Есту жүйесін дамытудың құндылығын түсінген адам ғана мынаның ішінде тұрған есту жүйесіне берілген ойындарды ойнатады. Оның несін түсінбесеңіз, сіз просто мен айтқан, мен нені көрсеткен заттар бит сылдырлатасыз да қоясыз. Ал онымен неше түрлі ойындар ойнатуға болады. Есту жадысын дамытуға болады. Есту аңғарымпаздығын, зейін тұрақтылығын дамытуға болады. Оның бәрі не үшін керек? Оның бәрі тіл дамытуына да барлығына қажетті. Бұның құндылығын тек есту жүйесі туралы ақпаратты тыңдаған адам ғана бұның құндылығын түсінеді. Және де мысалға бөліп қойдым. Есту жүйесіне ойындар, есту жүйесі мына мысалға да есту жүйесін дамытуға түрлі ойындарды және оны қалай түрлендіруге болады, мінекей ісіне толтырып жазып қойдым. Айлық жоспар деген мысалға айлық жоспарды жасап қойғанмын. Примерно. Ал сізге артында осындай айлық жоспар пустой графасымен бар. Сіз соған бір аптаға мына жерге жазасыз. Так, бүгін мына жердегі содержание бойынша сипап сезуге, ұсақ моторикаға мынаны ойнатам, сурет салу, шығармашылыққа мынаны ойнатам деп бір аптаға жасап алсаңыз болады балаңыз ұйықтап жатқанда. Одан кейін келесі бір аптаға, келесі демалыста келесі бір аптаға жазып аласыз. Содан кейін сөйтіп мына 4 графаны толтырып алсаңыз, осының өзі сізге балаңызды дамыта беруге керек. Постоянно осыны айналдырып жасата берсеңіз болады ай сайын. Болды. Тағы осындай трекер жасап қойдым. Бұл түгел 10 қадамның ішіндегі маңызды барлық айтылған бағыттарға жасалып қойған трекер. Мына жерде баланың есімін жазасыз, мына жерге айын жазасыз. Мына жерде қандай бағыттар жасау керек екенін барлығы жазылып тұр, практикасының барлығы сабақта тұр. Соны көріп алдыңыз, сіз уже білесіз. Мына жерге так, бүгін мынаны жасадым, мынаны жасадым, мынаны жасадым деп жасайсыз. Мысалы, балаңыз бір ай ма атын жаздыңыз, бір ай жаздыңыз, осының бәрін сізде галочка қойылды. Все. Келесі айда осындайдың сізде 1 жасқа дейін, 2 жасқа дейін бәлен қағазы шығады. Содан кейін балаңыз өскен кезде көрсетесіз, мінекей мен қалай сені кішкентай кезінде дамыттым. Және өзіңіз үшін де кәдімгідей полноценный герой боласыз ғой сіз. Бағасы тұрғысынан келетін болса, қымбат деп жатқан қыздар бар, иә? Қымбат деп бағасын сұрайды да ойланып қалады. Мен қатысушыларымның арасында 8 баласы бар ана болды. Балалар атына елеңдемейтін болды. Жұмыстарды жасау арқылы оның балалары атына елеңдейтін болды. Мысалға актуальныға кіріп, 10 қадам деген актуальныға кіріп қарап шықсаңыздар, сол жерде барлығы жазылған. Оның барлығы шынайы, ешқандай да бір жасанды өтірік істелген ешқандай оды жоқ. Бәрі сол келген маған қатысып жатқан қыздардың несі, чаттан алынып отырған скриншоттар. Так, енді қараңыздар. Бұл инвестиция. Бұл сіздің барлық балаларыңыз үшін алып жатқан инвестицияңыз. Сіз бұл ақпаратты өзіңіздің кішкентай балаңыз үшін алып жатсыз. Сіздің мүмкін тұңғыш балаңыз шығар, бірақ сіз одан кейін тағы да балалар босанған кезде сіз соған қолданасыз. Сіз ертең бала шақта немерелеріңізге қолданасыз. Сіз бауырларыңыздың балаларына қолданасыз бұл ақпаратты. Білімге құйылған кеткен ақша ол үлкен инвестиция деп санар едім. Және де мысалға қазір ой қымбат екен деп вложение жасамасаңыз, уақыт өте келе балаңызда проблема анықталса, 2 жасында уже сөйлемей жатса, сөздік қоры жоқ, атына елеңдемей жатыр, тағы да басқа деген сияқты проблемалар шығатын болса, онда сізге әртүрлі мамандарға апаруға тура келеді. Олардың әрқайсының бағасы удай қымбат. Мысалға сенсорлы интеграция маманына апарыңыз, логопедке апарыңыз, анда психологқа апарыңыз, сөйтіп таскать етіп жүрген кезде сіздің қыруар ақшаңыз кетіп қалады. Ал сіз қазір осы сабақты алып осымен жұмыс жасайтын болсаңыз,
сіз ешқандай проблеманы болдыртпайсыз, бәрін алдын аласыз. Егер проблема болса, оны өз қолыңызбен жойып кетіріп күшті деңгейге шығара аласыз. Оқырмандарымның ішінде жаңағы ПМПК-да учетта тұрған балалар ПМПК-дан учеттан шығарылды. Супер мама жобасы арқылы. 10 қадам арқылы жаңағы ЗПР-ге күмән болып тұрған балалардың барлығының диагноздары шешілді кетті. Сондықтан оны курсты алып, осының маңыздылығын түсініп, құндылығын түсініп, баласымен жұмыс жасап, жүйелі түрде жасап, тиіп қашып бір күн жасап, 2 күн қонақта, 3 күн анда-мында жүретін аналар емес, кәдімгі шынайы түрде зейін қойып, түсініп, маңыздылығын түсініп жұмыс жасайтын аналар ғана оны керемет деңгейге шығара алады. Және де бір ай бойы менімен кері байланысты пайдаланып отырсаңыздар, мен сіздердің проблемаларыңызға қарай қай сабақпен қалай қай бағытта жүріп отыру керек туралы ақпараттарды беріп отырамын. Сөйтіп сіздер проблеманы шеше аласыздар. Бұл жерге салынған еңбекті, сіздерге ұсынып тұрған работающий техника методикалардың барлығын бағалап дұрыс түсінген адамға ешқандай да қымбат емес. Рассрочка, ред сияқты нәрселер қарастырылған, мүмкіндіктер жасалған. Егер сізге полный пакет 75 мың қымбат болатын болса, 55 мыңның 1 жылдық доступпен алсаңыздар болады. Сондықтан қандай да бір тағы сұрақтарыңыз қосымша туындап жатса, маған дайректке жазсаңыздар болады. Осы жерде, осы YouTube каналымның профиліне өтсеңіздер, менің WhatsApp-қа сілтемем бар, Instagram-ға сілтемем бар, жазсаңыздар болады. Сіздерге сәттілік, балаларымызды дұрыстап дамытайық.